Сәлем бердім баршаңызға. Бүгін 23 август 2024 жыл Северный аэропорт Нұрғазиев көшесінде осындай су жүріп тұр. Сағат 14:45. Ол тек қана микрорайон 7-ші ауыл емес, аэропортта да осылай жүріп тұр. Кейде таза су жүреді, кейде осындай дат су жүреді бізде. Бүгін қазір осындай су жүріп тұр. Білмеймін, қалай ішеміз. Мен Елубаева Рая, мына Құлсары қаласы 1-ші микрорайон 4-ші домда тұрамын. Судың жағдайы 4 ай болды. Сары, ішуге даже кір жууға мүлдем келмейді. 19 литрлікті күнде сатып алып отырмыз. Осыны қолға алса, осы тұрғындардың атынан, осы Құлсары қаласының атынан сұрарымыз, суды тазалап берсе, бұрынғы ретке келтірсе, сол айтарымыз. Енді су таза емес. Тариф өсті. Тариф қымбаттап тұр. Бұрынғысынан бірге қосылып тұр. Қымбаттап тұр қазіргі. Бұрын мысалы 1000 теңге төлейтін болсақ, қазір 3000 теңге солай төлейміз, бір айға шығып тұр. Бізге деген әкім сары судың несін 50%-ін ғана төлейсіңдер деп еді. Суды пайдаланып отқан жоқпыз. Көбісін сары суды ананы жіберіп тазар су күтеміз дегенге дейін судың бәрі кетіп жатыр, оның бәрі ақша. Пайдаға аспай қалған киімдеріміз қоспағанда. Иә. Пайдаға аспай қалған киімдеріміз бар. Мынау міне бір кішкене ағарып тұрған сияқты болады. Осы су таза кезде жуып алайық дейміз. Салып жібереміз ғой, қап-қара ұқсап. Мына бірде-бір адам ақ киім киіп тұрған жоқ қазір. Ақ киім вообще киюге келмейді. Иә. Әртүрлі жағдайда айтады. Кішкене айтып жатқан. Өткенде бір әже салған андай ақ бутылкаға сары суды құяды да, міне су сап-сары дейді. Ертесіне ма сол үйде шығып тұр ғой, міне мына әженің үйінде су аппақ дейді. Ол қалай мүмкін? Былай ғой, бір күн лас су жүреді, бір күн таза су жүреді, әркімде әрқалай бір келгенде. Иіс бар суда, иіс деген мүмкін емес. Жаман иіс бар. Даже жуына алмай отыр, шашымыз деген жүгіріп жатыр. Қайда жусақтай ашылмай шашымыз. Беті қол жуу мүмкін емес, кір жумақ түгілі. Мына бала-шаға бар, үй деген ыстық. Мына су деген мүмкін емес. Су жаман, 4 айдан бері. 10 балам бар. Күнде су тасимыз. Мына 5 теңгеден қоймайды ақша. Өзім алатын зарплата 80 мың. Оны коммуналдыға төлеймін ба, или су тасимын ба. Күнде кішкентай балам келіп тасиды соны. Ар жақтан тасиды, ар жақтан арғы городоктан тасиды. Ана бір келсе, бір келмейді. Анандай 5 теңгенің несіне алсақ. Қазір соны су тасытып жатырмын. 20 теңгеден литрі. Күнде. Мына балдар су ішпесе болмайды. Сосын кір жуа алмай отырмыз. Ваннамыз не болып жатыр? Сап-сары болып жатыр. Ана унитазымыз сондай. Енді машинканы айтпай қояйын. Машинка вообще сарғайып кетті. Уже бір жуса, бір жумай қалып жатыр уже деген андай істеп кетіп жатыр. Аристонымызды вообще енді мүмкін емес, тазалауымыз керек оны деген. Кеше қондырдық жақында. Кредитке алып қондырдым, енді тағы іші деген не істеп жатыр. Сап-сары су ағып жатыр ішінен деген. Сол әжетханаға неге істейміз? Мынандай даже біздер деген шайда іше алмай отырмыз, одан бар ғой. Балдарымыз ауру болатын болып. Уже менің жолдасымның аяғының жара шығып жатыр, уже осы судан ішіп жатыр. Енді білмеймін, маған суды не істеп берсе біздерге. Бүгін деген 23-ші 8-ші ай 2024. Осы кеше 2 күн журналистер келгенде су қыштау аппақ қылып керім қылып жатыр еді. Енді бүгінгі журналистер кеткеннен кейінгі күн. Мынау тамыздың 23-ші кешкі сағат 8, қамысты 8 шауып суды отыр мынау. Көріңіздер.